маған түрпідей тиді. Былай болды. Аз қамсыздандырылған отбасыларына арналған мектеп-интернат. Сөзсіз бе? Біз қазір мысалы бұны білмейміз ғой. Сонда бір бала өзінің әке-шешесінің кедей болғандығы үшін, әлеуметтік көмекті мемлекеттен алғаны үшін аз қамсыздандырылған мектеп-интернатта оқып, сондай куәлік алып шығады, сондай аттестат алып шығады, білесіз бе? Және оны бақырайтып жазып қойған. Бақырайтып жазып қойған, ол жерде интернат бар екен, 3 мезгіл тамақ беріледі екен, кәдімгідей жақсы кураторлар бар екен. Енді қамсыздандырылу жақсы, мен көрдім, араладым, тамағын көрдім, бірақ анандай жазып қойған, менің ойымша бұл енді мен тұрпайы, шын айту керек. Келіп, білім министрлігінде қызметкерлерге звондадым, өйткені ашсам 50-ші бұйрық бар екен, 2013 жылы бекітілген. Сол бұйрықта кәдімгі тайға таңба басқандай жазып қойған. Әлеуметтік аз қамсыздандырылған отбасыларға арналған мамандандырылған